Абдуллин атындағы орта мектепті бітірген. 1992-94 жылдары Меркі қаласындағы медреседе діни сауатын ашқан. 1994 жылы Египеттің астанасы Каир қаласының әйгілі Әсхан университетіне оқуға қабылданып 1999 жылы бітірген. 2002 жылдан бастап Спутник Қазақстан туристік компаниясында қажылық бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарған. Бұған қоса рухани білім жетілдіру институтының директоры, философия ғылымдарының кандидаты, доцент, көптеген ғылыми еңбектердің авторы. Қажылықта 22 үлкен қажылықта, 78 умра қажылығында 100 мәрте болған. Осы уақытқа дейін 16 мыңнан астам Қазақстан қажыларын Сауд Арабиясына алып баруға жетекшілік еткен. 2007 жылдан бері Нұр Қазақстан қажылық компаниясының президенті, 100 мәрте қажылықта болған Амангелді қажы Еренғайыұлын ортаға шақырайық. Қареке ағайын.